біз енді кинематика тарауына көшеміз. Кинематика, яғни ол бізде физиканың тарауы, ол бізде механикалық қозғалысты қарастырады. Енді оны зерттеу бұрын, яғни жол, орын ауыстыру, траектория сияқты ұғымдардың алдын біз механикалық қозғалыс не екенін біріншіден қарастырайық. Яғни механикалық қозғалыс. Егер де біз оқулықтарға сүйенсек, бізде механикалық қозғалыс ол қарапайым қозғалыстың түріне жатады. Яғни жалпы қозғалыс дегеніміз не? Егер де мысалы осы жерде адам тұрса, біз оның қозғалыста не қозғалыста емес екенін аңғара алмаймыз. Бірақ та егер де біз осы жерге ағашты қойсақ, және де мысалы бастапқы кезде біздің адамымыз А нүктеде тұрды, содан кейін біраз уақыттан кейін ол бізде Б нүктеде тұрған болса, біз осы ағашқа қатысты айта аламыз, осы адам қозғалыста болатынын. Бірақ та ағаш болмаса, біз оның қозғалыста не қозғалыста емес екенін аңғара алмаймыз. Сол себепті механикалық қозғалыс деп, ол біздің денеміздің, яғни мысалы адамның басқа денелермен салыстырғандағы дейді, орын ауыстыруын деп атаймыз. Осы денелердің бір-біріне қатысты қозғалысын бізде кинематика тарауымыз зерттейді. Әрине де осы адамды салу үшін, мысалы аяқ, қолдарын, басын салу үшін бізде көп уақыт кетеді. Осы жай жеңілдету үшін бізде материялық нүкте атты абстракциямыз қолданады. Яғни біз адамды жай ғана осындай бір кішігірім нүкте ретінде саламыз, біз оны материялық нүкте деп атаймыз. Яғни қозғалыс кезінде қозғалысқа қатысты біз олардың өлшемдері мен пішімдерін ескермейміз. Және де мысалы жаңа ғана А нүктеден, мысалы А жерден Б жерге деген қозғалысты адамны біз жай ғана нүкте ретінде сала аламыз. Енді осы жерде біз ғана қарастырдық, ол А нүктеден Б нүктеге өтті. Яғни біз айта аламыз, ол бізде жол жүрді деп. Бірақ та жолдан басқа бізде тағы да бір шамалар бар. Осы жерге оны салайық. Мысалы, біз допты лақтырған кезімізде, баскетбол бокты, ол өзінің артынан белгілі бір із қалдырады. Мысалы, ауада немесе. Мен мысалы осы жерден өз мектебінен үйге барған кезімізде өзінің артымнан белгілі бір ізді қалдырам. Осы із бізде траектория деп аталады. Траектория. Траекторияны білу мысалы спортта өте жақсы, және де осы жерде де астымыздағы ол да бізде траектория. Енді егерде біз осы траекторияның ұзындығын өлшесек, мысалы осылай қызыл түспен боясақ, және де осы жерде, ол бізде жол деп аталады. Яғни жол ол бізде траекторияның ұзындығы. Мысалы осы жерде айталық 10 метр, мен мектептен үйге мысалы 700 метр жол жүрем. Енді тағы да бір қосатын бір ұғым, ол бізде орын ауыстыру. Енді орын ауыстыру ол оның бастапқы нүктесін, мысалы А нүктесін, және де соңғы нүктесін қосады, мысалы Б нүктесі. Мінекей қосатын тұзы ол бізде орын ауыстыру деп аталады. Және де осы жерде де, мысалы А, Б нүктелері, біз егерде А нүктеден Б нүктеден кесіндіні жүргізсек, ол бізде енді орын ауыстыру деп аталады. Яғни орын ауыстыру ол бізде векторлық шама болып табылады, өйткені орын вектор бар. Орын ауыстыру. Енді осы жерде егерде 10 метр болса, осы жерде біраз кішірек, яғни мысалы 7 метр бола алады. Төмендегі мысалы 700 метрден мысалы бізде 500 метр ол орын ауыстырады деген сөз. Яғни бір денеге қатысты белгілі бір қозғалысты көрсетеді. Енді орын ауыстыру мен жолға тағы да бір мысалдар егерде келтірсек, көбінесе мысалы УБТ-да және де кейбір оқулықтарда жол шеңберге қатысты қозғалысты қарастырады. Мысалы,
мен стадионда тұрып осы А нүктеден я шықтым және де бір шеңбер жасап қайта өз орныма келдім. Яғни осы жерде менің бастапқы нүктем және де менің соңғы нүктем бір жерде жатыр. Яғни осы жерде менің орын ауыстыруым нешеге тең? Әрине де 0-ге тең. Яғни мен қандай бір орында тұрдым, біраз уақыттан кейін дәл сол орныма қайтып келдім. Демек мен орын ауыстырмадым. Бірақ та біздің жолымыз осы шеңбердің ұзындығына тең. Яғни біз геометриядан білеміз, осы шеңбердің ұзындығын табу үшін біз оның радиусын білу керекпіз. Және де 2πr атты формула арқылы біз оны шығара аламыз. Өте оңай. Және де кейбір кездерде мысалы айтады, А нүктеден шықтым, және де келесіде мен мысалы осы жерде белгілі бір С нүктеде тоқтадым. Енді осы жердегі менің орын ауыстыруым ол А нүктеден С нүктеге дейінгі қашықтық, яғни ол бізде радиус, қосылған радиус, менің орын ауыстыруым, ол бізде орын ауыстыру кейбір жерде бізде L әрпімен белгіленеді, және де бізде ол векторлық шама, біз 2R деп жазамыз. Өйткені міне бір радиус қосылған екінші радиус А және С нүктесіне. Ал жол бізде S әрпімен белгіленеді, және де осы жердегі жол ол біздің шеңбер ұзындығының жартысы, яғни 2πr бөлінген 2. Мінеке шеңбердің жартысы болып табылады. Яғни S-тен жай ғана болады бізде πr. Яғни жолымыз ол 2R, ол бізде диаметр. Диаметр деп жазуға болады. Ол бізде диаметр, ал жол ол бізде жай ғана πr. Енді тағы да бір соңғы мысалымыз. Мысалы, егер де біз А нүктесінен шықтық, және де солтүстікке қарай мысалы 6 метр жол жүрдік. Содан кейін, мысалы Б нүктеміз, содан кейін мен шығысқа қарай, мысалы неше делік, 8 метр жол жүрдім. Менде бізден мысалы сұрайды, осы жердегі дененің, материялық нүктенің жолы қандай? S. Және де оның орын ауыстыру қандай? Яғни L вектор. Әрине де жолды табу өте оңай. 6-ны қосамыз 8-ге, бізде 14 метр шығады. Яғни менің жолым 14 метр. Ал біздің орын ауыстыруымыз, мынау жерде С нүктесі болсын, ол А нүктеден С нүктесіне дейінгі қашықтығымыз. Яғни осылай. Егер де біз байқасақ, ана жолы векторлар туралы сабақта мынау бізде тікбұрышты үшбұрыш болып табылады. Яғни мынау катет, а мынау оның гипотенузасы. Яғни оны табу үшін біз 6 квадрат қосылған 8 квадрат аламыз, и барлығымыз түбір астында. Яғни 36 қосылған 64, ол бізде 100-ді береді, ал 100 түбір астында біз білеміз, ол бізде 10 метрді береді. Яғни осындай мінеке кішігірім мысал. Біздің каналымызға жазылыңыз, болашақта бүкіл ОБТ бойынша курстар дайындалуда.